Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ керемет болып пісетін ең оңай блинчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет, оның үстіне 6 ас қасық құмшекер, осыны венчикпен немесе миксермен жақсылап араластырып аламыз да, оның үстіне 1 шай қасықты толтырмай тұз қосамыз. Осы тура қалай айтылды, сол рецептпен жасап отырсаңыздар керемет блинчик шығады. Осыны араластырып біткеннен кейін електен өткізілген ұнды қасықтап салып отырамыз. Бірден салмаймыз, қасықтап салып отырамыз. Бізге 2 стакан ұн, 2 стакан қайнап тұрған су, 2 стакан жылы сүт қажет болады. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Содан кейін ұнды, ыстық бағанағы суымызды, жылы сүтімізді кезектестіріп салып отырамыз. Кезектестіріп салып, сұйық қалыпқа келеді өзі. Соға дейін осыларды араластырып отырамыз. Бұл осы рецептпен жасап отырсаңыздар, тура керемет болады. Енді бұл жерде көбірек блинчикке арналған. Бұдан аз деймін десеңіздер, 1 есеге азайтасыздар. Мысалға 2 жұмыртқа қосасыздар, 3 ас қасықпен құмшекер қосасыздар. Солай 1 есеге азайтасыздар. Сонда одан кішкене азырақ блинчик шығады. Менде бұл жерде 35 дана блинчикке арналған рецепт. Осының үстіне 6 ас қасықпен сұйық май құямыз. Бәрін араластырып біткеннен кейін біздің блинчигіміздің дайын болды. Енді оны блинницамызды 1 рет қана майлап аламыз. Соған пісіре беретін боламыз, қыздырып алып. Керемет тесік әдемі блинчиктер пайда болды. Бұрын блинчиктің осы блинницамнан көріп жүргем ғой, қанша уақыт бойы. Сөйтсем, рецепт кінәлі екен ғой, дұрыс піспейтін. Сонымен бірден алынып отырды. Блинчиктер. Рецепт ұнаса, жазыла кетіңіздер YouTube каналыма. Өте оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Өзім грамм, миллиграмм дегендерді есептесем миым аш кетеді, сондықтан сіздерге оңай түрде қасықпен, стаканмен өлшеп солай жасадым. Лайк басыңыздар.